Әлем уақыт өткен сайын өзгеріп, барлығы тоқтаусыз дамып жатса да, жер бетінде өркениеттен қалыс қалған елдер әлі де бар. Бүгін жағдайы ең төмен 10 ел туралы айтамыз. Алдымен алдағы уақытта түрлі бағыттағы 10 үздік немесе қызықты деректер туралы білгіңіз келсе, арнаға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік. Оңтүстік Судан әлемдегі ең жас мемлекет. Тәуелсіздігін 2011 жылы алған. 12 миллионнан астам халқы бар. Қаржының тапшылығы, саяси тұрақсыздық және инфрақұрылымның жоқтығы елдің дамуына кері әсерін тигізіп отыр. Мұнда халықтың 27% ғана сауатты, оның 16% әйелдер. Қызық дерек, ел бойынша асфальт төселген 30 шақырым ғана жол мен 250 шақырымдай темір жол бар. Дегенмен оның да халі нашар. Ал оңтүстік Судан астанасында тіпті су жоқ, бірақ тұрғындар жағдайдың қиындығына қарамастан болашаққа үлкен үмітпен қарайды. Екінші, Бурунди. Шығыс Африкада орналасқан шағын мемлекет. 13 миллионнан астам халық мекендейді. Бұл елде экономикалық проблемаларға тап болған, әсіресе инфрақұрылым жоқтың қасы. Ал экспорттың 90% ауыл шаруашылығы өнімдері. Оның ішінде кофе және мақта өндіріледі. Алайда Бурунди 1971 жылдан бері әлемдегі ең кедей елдердің қатарында. Үшінші, Орталық Африка Республикасы. 1960 жылы тәуелсіздік алған. Халқының 50% жергілікті наным сенімді ұстанса, 40% христиан, 10% ислам дініне сенеді. Ел экономикасының күрт төмендеуіне түрлі әскери қақтығыстар теріс әсер етті. 1966 жылдан бері Орталық Африка Республикасы төңкерістерден көз ашпаған. Соның салдарынан елдің әлеуметтік әлеуеті төмендеп, кедейшілікте өмір сүріп жатыр. Бұл ел әлемге гауһар тас пен ағаш экспорттаушы ретінде белгілі. Халықаралық ұйымдардың болжамы бойынша Орталық Африка Республикасы алдағы 10 жылда әлемдегі ең кедей елдердің бірі болып қала береді. Төртінші, Сомали мемлекеті. 20 миллионға жуық халқының 99% ислам дінін ұстанады. Бұл елдің басты табысы мал шаруашылығы мен телекоммуникациялық төлемдерден келеді. Бірақ саяси тұрақсыздық, өркениеттен қалыс қалған инфрақұрылым мен бітпейтін жанжалдардың салдары елдің дамуын тежеді. Дегенмен ел билігі соңғы жылдары қиындықтарға қарамастан шетелдерден инвестиция тарту арқылы туризм саласын дамытуды қолға алған. Бесінші, Конго Республикасы. 1885 жылдан 1908 жылға дейін бұл ел бельгиялық корольдің қарамағында болған. Жер көлемі бойынша Африкада екінші, ал әлем бойынша 11-ші орында тұр. Ал халқының саны бойынша әлемде 16-ші орында. 100 миллионнан астам тұрғыны бар. Конго Республикасы табиғи ресурстарымен, жерінің байлығымен, табиғатының сұлулығымен ерекшеленсе де, саяси дағдарыс, сыбайлас жемқорлық, ұзаққа созылған азаматтық соғыстың салдарынан кедей елдердің қатарына қосылды. Алтыншы, Мозамбик. Халқының 70%-ның жағдайы нашар. Интернет, байланыс мүлдем жоқ деуге де болады. Аурудың белең алуы, туу көрсеткішінің көптігі, ауыл шаруашылығы өндірісінің төмендігі Мозамбиктің өркениеттен қалыс қалуына басты себеп болып отыр. Айтпақшы, Мозамбик байрағы мен елтаңбасында Калашников автоматы бейнеленген әлемдегі жалғыз мемлекет. Жетінші, Нигер. Халқының 97% мұсылман мемлекет. Мемлекеттік тілі француз тілі. Территориясының 80%-ын Сахара шөлі алып жатыр. Туу көрсеткіші бойынша бұл ел әлемде көш бастап тұр. Бір әйелге 7 баладан келеді. Негізгі табысы уран және ауыл шаруашылығы өндірісі. Алайда құрғақшылықтың салдары, жер сілкінісінің көптігі Нигер халқын жоқшылыққа әкеліп отыр. Сегізінші, Малави. Африканың оңтүстік шығысында орналасқан шағын ғана мемлекет. Көпшілік бұл елді Африканың жылы жүрегі атап кеткен. Себебі халқы қонақжай әрі мейірімді. Малавидің басты байлықтарының бірі Малави көлі. Африкада аумағы бойынша 3-ші орында. Ал оның кедей елдер қатарына қосылуына білімнің, медицинаның сапасыздығы, ауыл шаруашылығы мәселелері себеп. Тоғызыншы, Чад елі. 1958 жылға дейін француздардың қарамағында болған. Олар егемендікке азаматтық соғыстар арқылы жетті. Халқының басым бөлігі кедей.
медицинаның халі тіпті нашар. Тек үлкен қалаларда ғана ауруханалар бар. Халықтың тек 30% таза су пайдалана алады. Соның салдарынан жұқпалы ауру кеңінен тараған. Сондай-ақ басқару жүйесінің осалдығы, жемқорлық, қолайсыз ауа райының салдарынан бұл мемлекет осы тізімге еніп отыр. Негізгі табысы мұнай, мал шаруашылығы және ауыл шаруашылығы. Және 10-шы Либерия. Бұл елде экономикалық құлдырау мен кедейліктің басты себебі азаматтық қақтығыстар. Халықтың 85% жұмыссыз. Әлемдегі жұмыссыздық бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Либерияның басты ерекшеліктерінің бірі оның байрағы. Бұда либериялық жалғыз жұлдыз бейнеленген. Ол бостандықтың және Либерия Африкадағы жалғыз отарлауда болмаған ел екендігін аңғартады. Осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды. Шығарылым ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.